Ертеде мысық пен тышқан өте тату, араларынан қыл өтпес дос болған екен. Олар тапқандарын бөліп жеп, ойнап күліп жүріпті. Сол кезде адамзат жыл атауларын белгілеу үшін бір жылы хайуанаттарды жинап сайлау өткізбек болыпты. Ассалаумағалейкум ағайындар. Жыл атауларын қоюымыз керек. Сайлау өткізейік. Жан-жануарларды жинап айтайық. Иә, дұрыс айтасың. Енді мен кетейін. Жарайды балам. Жолың болсын. Рахмет аталар. Сау болыңыздар. Жыл атауларын қойғанға сайлау өткіземіз, соған бәрін қатысуларың керек. Бұл сайлауға хайуанаттардың барлығы қатысу керек екен. Ертең сайлау өтеді деген күні ұйқышыл мысық таңертең ұйықтап қалып сайлаудан құр қалмайын деп ойлайды да тышқан досына келіп: ұйқымның қатты екенін өзің білесің. Таңертең мені оят, ертең сайлауға бірге барайық. Уайымдама, мысық досым. Мен таң атпай оянамын, бірақ сені оятпай қайтып жалғыз барамын. Сайлауға қатысушылардың саны көбейіп кетсе, маған жыл атауы тимей қалуы мүмкін ғой. Таңертең алаң-елеңде орнынан тұрып, қасындағы мысықты оятпай, сайлауға өзі жалғыз барыпты. Сайлау барысында тышқанның жолы оңынан келіп, 12 жыл мүшелдерінің біріншісі болып сайланады. Ал бойына сенген түйе болса, жыл атауларынан құр қалған деседі. Тышқан қайта оралғанда орнынан енді тұрған мысық: Сайлауға қашан барамыз? Әлі ұйықтап түс көріп тұрсың ба? Сайлау бітіп, мен сайланып бірінші болдым. Шынымен бе? Иә, мен жеңдім. Мені неге оята салмадың? Ұмытып кетіппін. Сені ме қазір? Деп ашуға булыққан мысық тышқанды алысқа лақтырып жібереді. Бірақ мысық әлгі тышқанды жазалағанымен жылға мүше бола алмай келеді. Сөйтіп, күні бүгінге дейін мысық тышқанды көрсе болды, бас салып жеп қойғысы кеп тұрады екен.